Қандай нәрсе айтып не айтып жатсыз? Айтпаймыз. Қалайсыз? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, нормально. Не деген мынау look of the day, достар? Аха. Көңіл-күйіңіз күшті ма? Современный стиль болып тұр ғой жағынан. Көңіл-күйім жаман емес, жақсы, күшті болып тұр. Сіз қандай жағдайда өтірік айтасыз? Мен қандай жағдайда өтірік айтамын? Андай болады ғой. Өзіме бір қатты бір нәрсе керек болып тұрғанда сол нәрсені алу үшін өтірік айтамын. Шын айтамын. Өзіме қатты бір нәрсе керек болып тұр, соны алу керек кезде өтірік айтамын. И байғұс балаларыма көп өтірік айтып. Олар көрмейді әзір, Сен көрмейді? Тұрыс болып тұр. Айтқан көрсетпейді, жоқ болмайды деп. Сабағын оқысын деп. Асылжанның көңіл-күйі қалай екен? Немен айналысып жатсыз? Кіммен сөйлесіп отырсыз? Мен? Иә. Ешкіммен сөйлесіп жатқан жоқсыз. Сіз қандай жағдайда өтірік айтасыз? Қандай жағдайда? Иә. Білмеймін. Қиын ситуацияда айтатын шығар. Білмеймін дегеніңізге қарағанда көп өтірік айтамын деген сияқты болдыңыз. Жоқ. Қиын ситуация. Шыға алмай кетесіз сол ситуацияға ше. Сіз негізі өмірде көп өтірік айтпаймын. Айтпаған дұрыс деп ойлайсыз ба? Потому что сен сол өмірден кешіп өттік қой сол жолды ше. Қандай жолмен өткен бәрі біледі ғой негізі. Түсіндірген болдыңыз. Сол жолдан өткеннен кейін қазір постараюсь шыны керек. Ешкім көңілін қалдырмауға, өтірік айтпауға. Қандай жағдай болса да шындықты айтуға, иә. Сол үшін өтірік айтпаңыздар, ол әдетке айналып кетуі мүмкін. Мен өткен жолымда өтірікті көп еттік негізі сол жолда. Мен қазір соның бәрін сабақ алып мен постараемся қазір жақсы жағына қарай өзгертуге. Негізі 1,5 жыл болды. Негізі ол жолмен өткенмен мен 5 жылдай ма сол жолда жүрдім ғой. Ол маған жеңіп шығу да оңай болған жоқ. Қазір онымен әлде арпалысудамыз. Әлде күресудеміз. Жарайды. Сіз қандай қыз күтесіз? Мен айтқандай 18 пен 25 жас аралығында негізі желательно 25-те маған чересчур үлкен кететін. Мәссаған. 25 жасында үлкен. Сол себеп 18-мен өзгертейін деп отырмын. 18 пен 23 жас аралығы. Мәссаған. Мысалы Айгүл 26-та. 26-та енді ол жағын білмеймін енді. Олай болмайды, иә? Олай болмайды негізі, иә. Олай болмайды деп ойлаймын. Негізі максимум 4 жас, 3 жас аралық дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қыз баласы 2 жылға ерте жетіледі. Ал мен өзіммен жақсы алатын болсам, мен екеуміз түсініспей қалуымыз мүмкін. Сол себепті 18 пен 23 жас аралығында. Келіңіздер, міндетті түрде үміткер күтеді қыздар. Мысалы, Сәтдәулет кез келген түсініксіз жағдайда өтірік айтады. Түсініксіз? Иә. Өтірік айтпайды. Өтірік айтпайсыз ба? Өтірік айтамын деп айтсаңызшы, кей жағдайда. Мынандай жағдайда өтірік айтамын. Бәрі сөйтіп айтады. Мойнымда қалмасын деп, мысалы, ауырып жатсам да, ауырмай тұрмын дейсің. Мысалы, ақшам жоқ болып тұрса да, ақшам бар деп айтасыз. бар дей саламын. Болашақта әйеліңізге қандай жағдайда өтірік айтуыңыз мүмкін? Айтпаймын десең, айтпайсыз ба? басым екеу емес қой. Әйеліме өтірік айтпаймын. Шыныңыз айтасыз. Адал боламын. Мені жасамайтын сондай идеал болады ғой. Мәссаған. Ұйқысынан тұрған кезде таңғы асына кетіп беретін сондай. Мәссаған. Үй жинап жатса пүл ұстап беретін кәдімгі. Қиналып жатса барып шекесінен сүйіп, ауырмашы. Мәссаған, құдайым-ау. Балаларымның анасы деп. Құдайым-ау, ақшасы таусылып қалса, ақшасын беріп жүрген. Ақшасы таусылып қалса, мен өзім басқа қалада жүрсем, мен подружкалармен демалып қайтшы бар сен деп. Мәссаған, құдайым-ау. Ал айтыңыз. Не айтасыз? Екінші стористе шындықты айтамын дейді достар. Екінші стористе шындықты айтамын, короче, былай сөйтіп әйеліме, короче, айтамын, үйде отырма деймін ше. Үйде отырсаң, тек қана фокус маған кетіп қалады да, сөйтіп әлі іздеп, орыс іздеп отырады. Лучше өзінің тірлігімен жүрсін, мен өзінің тірлігімен жүрейін. Сөйтіп бір сағынып кешке бір көрісіп тұрамыз да, короче. Сосын шайдың үстінде бүкіл болған нәрселердің бәрін айтып отырамыз бір-бірімізге. Басында қандай қиындықтар болды, не болды. Әйел адам тыңдау керек қой негізі, оларда бір адам ғой кәдімгі. Сол тыңдап ішіндегі жан дүниесін тыңдап, не ұнамайды, соның бәрін біліп, и түнде жақсылап құшақтап ұйықтап, азанда тұрып қайтадан давай деп, сосын сөйтіп. Солай екен достар. Қалай қарайсыздар бұндай үміткеріңіз қалай болды? Күшті болды ма? Үміткерім жақсы, ұнады ма? болды. Мәссаған. Шоу жаңалық кездесу болып құрметті оқырман. Міндетті көріңіздер, эфирде білетін боламыз. Қалай өткен? Ақеркенің қабағы түйіліп, қандай мәселені шешіп жатыр?
бәрі дұрыс па? Көңіл күйіңіз бүгін жақсы ма? Көңіл күйіңіз жоқ? Жоқ, көңіл күйім бар. Ұйқыңыз қанбады ма әлде? Нормально. Ұйқым қандай? Қазір сіз кіммен жақсы араласасыз біздің студияда? Ешкім жоқ. Араласып, бәрімен, средний бәрімен Бірдей араласасыз. Жақын араласатын адамыңыз? Ондай жоқ. Сәдәулеттен Айнұр, Зарина солар араласып. Қандай жағдайда өтірік айтасыз? Өте қатты бір адамды жоғалтып алудан қорыққан кезінде ғана айтам. Так олай айтпаймын. Күйеуіңіз немесе енеңізге өтірік айтуыңыз мүмкін ба болашақта? Енді бірдеңелер бүлдіріп қойсаң айтасың ғой, ұрыс болмасын деп. Так бүйтіп зиян тиетін өтірік емес. Өзіңіз жаман көрініп қалмас үшін айтасыз демек, иә? Иә. Жансаяның көңіл күйі қалай екен? Көңіл күйім тамаша, күшті. Туған күніңізді қалай қарсы алдыңыз? Жасаған жоқпын. Не істеген жоқпын, просто екі жақын құрбыммен отырдық, тамашамен. Неге жасаған жоқсыз? Мен туған күн жасамаймын ғой, негізі депрессияға түсіремін. 25-тен кейін вообще жасамаймын. Мәссаған. Как будто на год стало ближе к смерти деген. Мәссаған. Олай айтпасаңызшы, құрсын. Үміткеріңіз ұнады ма? Иә, нормально. Енді сіз құрбысы емессіз ғой, неге шақыру керек болса? Ау, Мені шақырған жоқ дейді Әділ. ол түнде 12-де құттықтап келген жоқ. Иә, дұрыс. Мысалы, досы болса құттықтап келмей ма? Айдаладағы муни-муниларды құттықтап жүрді, 12-де мен жақын болсын. Дұрыс. Қалайсыз, Гүлнұр? Саламатсыздар ма? Шүкір Алла жақсы. Бүгін шашыңыз ерекше болып тұр, Иә, шашым ерекше. Осы ерекшелік келейін дедім, осындай. Сіз қандай жағдайда өтірік айтасыз? Егер де ол өтірік басқа бір адамды сол өтіріктен білмеймін. Қандай жағдайда өтірік айтатынын. Әлде өтірік айтпайсыз ба? Негізі өтірік айтпағанын жақсы көремін. Қалай бар, сол шынайы болған максимально бар ғой. Потому что лучше горькая правда, чем сладкая ложь дейді ғой. Сол моментте айта саламын. Болашақта енеңізге өтірік айтуыңыз мүмкін емес демек. Мүмкін емес. Құрметті оқырман, студия төрінде 6-шы маусымның жаңа әрі ескі әрі жаңа қатысушы Аягөз. Аягөз, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Қош келдіңіз. Осы жолы келіп кету емес, осы жолы нақты сіздердің бір күйеу балдарыңызды табуға келдім. Мәссаған. Енді талаптарымды эфирде көретін боласыздар, қазір айтатын боламын. Осы жолы талаптар өзгеше менде. Біреудің көзіне көріну үшін келмедіңіз. Жоқ, маған Мына жерде отырған. ескі ара қатынас маған жақындамай қойсын.